Ордабасы ауданында ел мекендерді сапалы ауыз сумен қамту, газдандыру, ауданаралық және ішкі көшелерді жөндеуден өткізу бойынша биылғы жылы ауқымды жұмыстар жүзеге асырылған. Айталық аудан көлемінде жалпы саны 57 елді мекен болса, соның 54, яғни 94,7% ауыз су жүйесімен қамтылған. Ең бастысы, қалған 3 елді мекенге су жүйелерін тарту жұмыстары бүгінгі таңда жүзеге асырылып жатса, осының есебінен жуыр арада Ордабасы 100% ауыз сумен қамтылған аудандар қатарына қосылмақ. Бұдан өзге биыл жолдар жөндеуге де басымдық беріліп, ауыл ел бесігі жобасы аясында Шұбарсу, Ынталы, Қайнар, Ықылас Темір, Көктөбе және Төрткүл елді мекендеріндегі 27 шақырымды құрайтын 28 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілген. Бұл туралы Ордабасы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі басшысының орынбасары Береке Омар мәлім етті. Бізде енді тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы бойынша ауыз су, тұрғын үйлермен қамтамасыз ету, автомобиль жолдарын салу, табиғи газбен қамту жұмыстары қарқынды түрде жүргізілуде. Бізде Ордабасы ауданында 57 елді мекен бар. 57 елді мекеннің қазіргі таңда 54-і ауыз сумен қамтылған. Биылғы жыл соңымен қамтылмаған 3 елді мекенде қазіргі таңда құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сол 3 елді мекен құрылыс жұмыстары бітіп, аудан 100% ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар 6 елді мекенде табиғи газбен қамту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жыл соңымен оларды да пайдалануға берсек, автомобиль жолдары бойынша бізде аудандық маңызы бар жолдарда жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. 4 аудандық маңызы бар жолдарды жөндеу жұмыстары өткіздік биылғы жылы. Оның бәрі Қасым-Жомарт Кемелұлының жолдауында жолдардың қанағат жағдайда үлесін арттыру бойынша, ауданның ауылдарға баратын маңызды жолдарда, республикалық маңызы бар, облыстық маңызы бар жолдарда қанағат жағдайдың үлесін арттыру бойынша, туризм дамыту бойынша қарқынды түрде жұмыс жүргізуге тапсырма берілген болатын. Оны іс-шара жоспарына енгізіп, қосымша қаржы көздерін қарастырып, кезең-кезеңімен іске асырылды. 2024-тің қорытындысымен 50% тұғымыз, 2025-тің қорытындысымен 55,5% тұғымыз ішкі көшелер бұл. Аудандық маңызы бар жолдарды 78 едік, 95%-ға жетеміз. Bir аудандық маңызы бар жолымыз қалады, жөнделмеген тас көше. Онда келесі жылдарға кезең-кезеңімен іске асыратын боламыз. Өздеріңізге белгілі, халқы көп шоғырланған Шұбарсу елді мекенінде ауыз су құрылыстары биылғы жылы жүріп жатыр. Автомобиль жолдарының 14 шақырым автомобиль жолдарын асфальт салдық. Сонымен қатар газбен қамтамасыз ету бойынша жеткізуші газ құбыры жобасы іске асырылып жатыр. Осы биылға жоспарлап ендігі жылға аяқтаймыз деген жоспарымыз бар. Сол Шұбарсу елді мекенінде, Төрткүл елді мекенінде, Шұбар ауыл округтеріндегі табиғи газбен бағаны 6 елді мекенде, Шұбар ауыл округінде жүргізіліп жатыр. 3 елді мекеннің ауыз суы Қараспан ауыл округінде жүріп жатыр. Аудан орталығында Темірлан елді мекенінде қазір 4-5 нысан жүріп жатыр абаттандыру бойынша. Бізде кеше ғана көпқабатты тұрғын үйлерді пайдалануға бердік. Темірланның шыға беріс жердегі сол көпқабатты тұрғын үйлердің алдын абаттандыру, тұрғындарға жайлы орта жасау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Аяқ жолдар салу жұмыстары жүргізіліп жатыр сол тұрғын үйлерге қарай. Сонымен қатар кіреберістерде енді аудан орталығы көркейту мақсатында қонақтарымызбен осы жергілікті тұрғындардың тыныс тіршілігіне байланысты аллеялар, саябақтар салу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бізде 38 көпқабатты тұрғын үйлер бар. Кеше өзі 3 көпқабатты тұрғын үйлерді пайдалануға бердік. Одан кейін Черемушка мөлтек ауданы дейді, аудан орталығында сол жерде 28 үй бар. Ол жердегілерден жеке тұрғын үйлер. Ол біз 2020-2021 жылдары жөндеу жұмыстарын жүргіземіз, ағымдағы жөндеу жұмыстарын. Сол кезде шатырын ауыстыру, кіреберіс есіктерін ауыстыру, сырлау, сыртқы келбеттерін, қас келбеттерін сырлау жұмыстары жүргізілген болатын. Ал басқа жаңадан берілген коммуналдық тұрғын үйлер бойынша модернизацияланған жаңа тұрғын үйлер, ол бойынша жаңағы құрылыс бөлімімен бірлесіп жұмыстар жүргізіліп жатыр. Құрылыс бөлімі қосымша тағы да тұрғын үйлер салу жұмыстарын жүргізіп жатыр.